Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді келе жатқан 8 наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мерекеге орай осылай өте керемет әрі дәмді болып шығатын цифра тортының видеосымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажетті заттарымыз ұн, сары май, бал, қант, сүт, жұмыртқа және де ас содасы қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды, сүтімізді, жұмыртқамызды жарып, барлығын кішкене араластырып алатын боламыз. Одан кейін сары майымызды және де балымызды салып, қайнап тұрған суымызға осы ыдысымызды қойып, барлығын жақсылап ерітетін боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, яғни қайта барлығы ерігенше араластырып тұру қажет, яғни жұмыртқамыз пысып кетпеуі керек. Барлығы еріп болғаннан кейін осылай содамызға уксусымызды құйып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Массамыз кішкене көтерілгеннен кейін, яғни оттан ала беруімізге болады. Одан кейін біртіндеп ұнымызды салып, қолымызбен қамыр илемейміз, осылай венчиктің көмегімен араластыра отырып, қамырымызды дайындап аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз осылай орнынан қозғалып тұруы қажет. Морозильникке 1 сағат көлемінде қойып қоямыз. Дайын болғаннан кейін осылай 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді қамырларымызды жаюға кірісеміз. Осылай ұнымызды сеуіп, яғни оқтауымызға жабыспайтындай ғана ұнымызды сеуіп, қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Және де осындай 8 деген сан сіздерде дайын болса, онда осылай кесіп алуларыңызға болады. Менде дайын осындай 8 деген сан сатылды, соны сатып алдым. Егер ондай жоқ болса, сіздер А4 қағазына осылай 8 санын үлкейтіп шығарып алуларыңызға болады. Духовкамызға 180 градуста 2-3 минут көлемінде қызарғанша пісіреміз. Және де осындай қалған қамырымызды осылай ұсақтап түрлі формаларға кесіп алатын боламыз. Қамырымыз суығанша енді кремін жасауға кірісеміз. Яғни сливки бізде 33%-дан жоғары болу керек міндетті түрде, және де өте салқын болу қажет. Сливкимізді кішкене араластырып алғаннан кейін творожный сыр, сахарный пудрамызды қосып, тағы да барлығы қоюлағанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Енді тортымызды, яғни жинауға кірісетін боламыз. Осылай барлық жеріне кремін жағып, бірінің үстіне бірін қойып, барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап аласыздар. Тортты өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп берулеріңізге болады. Мен осындай өте қарапайым түрде әсемдеп жасап шықтым. Мерекеге орай осы тортты міндетті түрде жасап көруіңізге кеңесімді беремін. Дәмі өте ерекше, әрі жұмсақ болып шығады. Және де каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлығыңызға ас болсын.